Қайырлы күн, құрметті көрермендер, құрметті ойлаудан жастары, тұрғындары. Бүгінгі біздің талқылайық жобасында жаңа қонақтарымыз келді. Өздеріңіз танып отқан шығарсыздар. Сонда да өзімді таныстырып кетейін. Қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Мұхамбетов Бекзат Жұмабергенұлы, самбо және қазақ күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері. Екінші қонағымыз Сәрсенғалиев Нұрасхан Мырзағұлұлы, гір спортынан жаттықтырушы. Ал жігіттер, қош келдіңіздер. Өздеріңіз көріп отқан шығарсыздар. Ой жастары парақшасында талқылайық жобасы шықты. Бұл енді сіздерге түсіндіріп кетейін. Оның алдында ойлауданың белсенді жастары, ұстаз болып жүрген, мұғалімдік қызметте жүрген екі жас жігіт шақырған болатынбыз. Енді келесі кезекте спорт саласына бұрайық деп, спортта жетістікке жетіп жүрген өздеріңдей азаматтарды шақырып отырмыз. Алдымен өздеріңізді толық таныстырып кетсеңіздер. Менің есім Сәрсенғалиев Нұрасхан Мырзағұлұлы. Ойлы балалар жасөспірімдер спорт мектебінде гір спортынан 2018 жылдан бері тренерлік қызмет атқарып жүрмін, жаттықтырушы болып. Сол жылдан бері бала дайындап, сол балдардың жетістігін бірге көріп, бірге қуанып, осы күнге дейін сондай жетістіктерге жетіп жатырмық. Мен өзімді айтып кетсем. Айта бер. Өзімді айтып кетсем, өзім жалпы Құрман совхозында дүниеге келгенмін, Құрман елді мекенінде, Көктоғай. 2015 жылы мектеп бітіріп, сол 18 жылы Бәйішев атындағы университеттің колледжін оқуға түсіп, сол 18-де бітіріп, 18-де осы ойлы балалар жасөспірімдер спорт мектебіне жұмысқа жаттықтырушы болып орналастым. Содан бері осы жерде қызмет етіп келатырмық, әлі қызмет етудеміз. Сол. Өзің таныстырып жіберсең. Менің есімім Мұхамбетов Бекзат Жұмабергенұлы. Самбо күресінен және қазақ күресінен Қазақстан Республикасы чемпионатының жеңімпаз және жүлдегерімін. Және де осы екі спорт түрінен Қазақстан Республикасының спорт шеберімін. Және осы ойлы балалар жасөспірімдер спорт мектебінде дзюдо бөлімінде 2023 жылдан бері жаттықтырушы қызметін атқарамын. Рахмет. Мінекей құрметті көрермен, қонақтарымызбен толық танысып алдық. Жігіттер, бұл талқылайық жобасында еркін сұрақтар болады. Жалпы осы бұл салаға келулеріңізге, спортқа деген қызығушылық қайдан оянды? Спорт саласына қалай келдіңіздер? Сол жөнінде қысқа нұсқа айтып кетсеңіздер. Спорт саласына қалай келгенде, ауылда бізде волейбол үйірмесі болды ғой, ең бірінші Құрманда. Сол волейболдан бастадық. 11 жасқа дейін сол доп ойнап, волейбол ойнап, арғай наурыздарда осы гір тасын көтеріп жүрдік. Сөйтіп сол гірге қызығушылығымыз асылып, қалаға оқуға түскеннен кейін арғай гірді жалғастырып, тренировкасына қатысып, ағайларға барып, содан техникасын үйреніп, өзімізде облыста 3-ші орын алып, сол арғай қызығушылық содан бастап кете берді. Содан кейін өзіме алға мақсат қойғам. Осы спорт ойылда көп кеңінен таралмағасын, өзіміз бұрын келіп жүргенде көп болған жоқ гір спорт. Гір спорт. Сосын осы гір спортын дамытайын деген оймен сол ойылға келіп қалдық, спорт мектепке. Содан қазір шүкір жақсы балдар айтып ең бірінші облысты алып, одан кейін Қазақстан, одан кейін Азия, әлемде 2-ші орын жүлдегер атанды, екі оқушым. Гір спорты осылай дамып келе жатыр қазір енді. Оқушыларда жақсы қатынас. Сол ең бірінші осы наурыздардан қызығып бастап кеттік. Спорттан наурыздарда өткізіледі. Келесі Бекзат бар. Мен қызығушылығым, атам өзі кезінде спортпен айналысқан. Содан кейін сол өзі кішкентай кезімізден мен Аллаға шүкір 8 ағайындымын. Сол алғашқы үйдің үлкен үшеуміз болдық, ағам және інім болды. Бар, сол үшеумізді жүгіртеді, турникке тартылғызады. Өзі спортқа жай барғанда, содан кейін біздерді баулып, ең бірінші қазақтың қара жамбасы деп өзінің поясы болды. Сол белдігін әкеліп бізге тағып, мына кимононың сыртынан тағатын белдік, мен әуелде күрескенде осы менде қалған белдік осы сендерге деп бізге әкеліп берді. Содан өз жамбасты үйретті. Одан соң осы аудан орталығына келіп, сол үшін біздерді менде
осы ойыл өңірінде дүниеге келгенмен Амангелді орта мектебінде Көктал селосының Амангелді ауылының Амангелді орта мектебінде алғаш мектеп табалдырығын аттадым. Сол жақтан бастап сол жақта оқыдым да, сол ес білгеннен кейін осы ойылға көшіп келдік біздерді спортқа баулып. Одан соң біздерді сынап, қайсы бала қайсы спортқа барар екен деп. Ағам бастап дзюдо бөліміне барды, содан бәріміз дзюдоға бардық па. Сол ең бірінші ағама еріп, ағама еліктеп, сол дзюдо күресінен бастадық. Алғаш жаттықтырушым қазіргі таңда осы ойыл балалар-жасөспірімдер спорт мектебінің директоры Қалниязов Тимур Сансызбекұлы. Одан кейін дзюдо бөлімінің жаттықтырушы, аға жаттықтырушы Шенезов Азат Әлімжанұлы. Сол кісілердің еңбегімен осындай дәрежеге жеттік. Аллаға шүкір. Жақсы, рахмет. Жалпы атаңыздың демеуімен, ықпалымен келдіңіз. Содан кейін жаттықтырушылар, ұстаздарыңызбен осындай жетістікке жетіп жатсыздар. Жақсы, рахмет жігіттер. Жалпы енді осы әлеуметтік желіде көріп жатамыз, мына спортсмендер, спортшыларға қызығушылық өте көп. Осы жастар еліктесін деп бірден бір мақсат біздің осы ауданымыздың көретін ертең Инстаграмға, TikTok желісіне салған кезде осы ауданымыздың жастары көріп, осындай ағаларымыз сияқты болса екен. Сіздер енді армандаған шығарсыз, енді өзіңіз жақсылық үшке бір сияқты мықты болсам екен. Сол сияқты сіздерге қарап, ауылдың ішінде де мықтылар, мықты жас жігіттер бар. Спорт саласынан өздеріңіз барсыздар. Қай саладан болса да, мәдени саласынан болсын, ертең жастарды шақыра береміз. Жалпы ең бірінші біздің мақсат осы жастарға үлгі-өнеге көрсету. Жақсылыққа баулу, спортқа баулу деген сияқты. Келесі тағы да бір сұрағымызды сіздерге қоя кетейік. Жалпы осы спортқа келгендегі алғашқы жеңістеріңіз, және де осы мақтанып айтатын жеңістеріңізді айта кетсеңіз, толық айтпай өтсіздер жалпы. Осы өздеріңіздің жеңістеріңіз туралы, жетістіктеріңіз туралы айта кетсеңіздер. Алғаш спортқа 2012 жылы келдім. 2012 жылы сол ойылда аудандық біріншілік болды. Қызық оқиға болды. Айта кетіңіз. Менің салмағымда так 5 балама болды, сол круговой болады деді ағай. В общем, бесеуміз бір-бірімізбен күресіп шығамыз, кім ұтады, сол жеңімпаз болады деп. Сол уақытта мен каникулға ауылға кетіп қалдым. Естимді осы ойылда ағам қалып қойды да, ағам қатысатын болды жарысқа. Сосын мен де қатысу керек болдым да, мен каникулға кетіп қалдым да, келе алмайтын болып қалдым уже. Көктем уақытында жер түсіп жатты, сондай болды сол кезде. Сосын қоярда қоймастан барам деп. Содан білмеймін, үйдегілер көлік тауып ойылға жеткізді мен әкем. Содан мына жаққа жарысқа келдім. Өлшенген 3-4 бала. Мен келем, мен Бекзат келеді деген соң қарсыластарым бәрін естімей қалған, келесі күн жарысқа келмей қалған. Шықпай қалған жарысқа. Солай ең бірінші жарысым жеңімпаз болдым. Одан кейін жан жаққа шығып бастадық. Солай кішігірім жарыстан, аудандық жарыстардан бастап орын алып, сөйтіп солай облысқа бардық. Облыс чемпионатын өттік. Қазақстан чемпионатынан бастапқы кезде құлап жүрдім. Салмағыңыз 38 килодан бастадық. 38 чемпионаты. Ең алғаш 32 килоға күрестім. Одан соң білмеймін, салмағым қалай түсіп кеткен. 26-та күрестім одан кейін. Солай күресіп. Осы ауылдық, аудандық, мектепаралық жарыстардан бастадық қой бізде осы. Қазіргі оқушыларымыз сияқты. Олар бірден чемпион болуға асығады. Біздер солай жүрдік. Жылап, басында ұтылып қаламыз, ұтамыз, бірде ұтамыз, бірде ұтыламыз, жылап жүрдік бізде оқушыларымыз сияқты. Содан 2016 жылы облыс чемпионатын ұттым. Дзюдо күресінен және қазақ күресінен жас барыс республикалық турнирінен чемпионат Қазақстан ғой сол. Содан ең бірінші жеңісім, содан 3-ші орын алдым. Одан соң дзюдодан 7-ші орын алдым чемпионат Қазақстаннан. Келесі жылы 2017 жылы сол жылы тоже самбодан атылдым чемпионат Қазақстанда 3-ке таласып. Бір жылда 3 видтен 5-ші орын алдым. Содан кейін 2017 жылы самбо күресінен чемпионат Қазақстанда ұттым жасөспірімдер арасында. Ең алғаш, ең үлкен жетістігім мен, ең бірінші. Қанша келді салмақта? Ол кезде 42 келден. 42 келді. Содан 2018 жылы тағы солай күресім барлығы спортқа кетті. Ұтылдым ол кезде тоже солай дзюдо, самбо, қазақ күресінен 3 видтен за выход за тройка ұтылдым Қазақстанда. Сол жылы.
болды күресті қоямын деп не істеп жүрдім. Мгм. Оқу бітірдім де ара жарайды шығар болса деп солай жүрдім. Содан ағайымыз звондады Тимур аға. Бекзат кел оқуға түсеміз, өйтеміз, бүйтеміз. Еще ұбт-дан бала алмай қалдым. Сондаймен. Содан ағайым ықпалымен қалаға барып Есетбатыр атындағы республикалық спорт колледжіне түстім. Олимпиадаға даярлау орталығында сонда түсіп, сонда бір колледжге түстім, бірінші курс студенті болып. Сол жақтан келесі жылы кіта тапсырып, универге грантқа түсіп кеттім. Колледжге де грантқа түстім. Жұбанов қайда түсті? Құдайберген Жұбанов атындағы Университет. өңірлік университетке соған грантқа түстім. Сол жылы мен 2019 жылы жасөспірімдер арасында чемпионат Қазақстанда екінші орын алдым. Одан кейін жастар арасында аттым. Сол жылы әлем чемпионатына бардым.